Қадірлі көрермен, дәл қазір енді спорт жаңалықтарына ойсайық, онымен таныстыратын әріптесім Аслан Қаженов. Әріптестер, қайырлы таң. Отандық спортқа қатысты біраз жаңалықтар бар. Алдағы минуттарда бөлсем. Бекман чемпиондық атаққа таласады. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Бекман Сойлыбаев кезекті жекпе-жегіне қатысты ақпарат пайда болды. Ол алдағы айда, нақтырақ айтқанда 23 ақпан күні Ақтау қаласындағы бокс кешіне қатысады. Қарсыласы Танзания елінің өкілі Абейд Зуго. Зуго бүгінге дейін 15 кездесу өткізіп, барлығында да жеңіске жеткен. Оның үшін уақытынан бұрын аяқтаған. Соның арқасында кәсіпқой боксшылар арасында Африка чемпионы, ал бүкіләлемдік бокс рейтингінде 54-ші орында тұр. Бекманның көрсеткіші болса 20 жекпе-жек, 19 жеңіс, оның 10-ын нокаутпен ұтты. Желесіміз бүгінге дейін әртүрлі деңгейдегі титулдарды жеңіп алды. Бекман мен Абейд екінші жеңіл салмақта жұдырықтасады. Кездесу 12 раундқа созылады. Жеңіске жеткен тарап УБО нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанады. Арбадағы теннистен үздіктер анықталды. Қызылорда қаласында былтыр спорттың осы бағыты бойынша арнайы секция ашылып, жергілікті қыз-жігіттерді кәсіпқой үлгіде үйрете бастады. Енді міне алғаш рет қалалық турнир ұйымдастырылды. Оған 20-ға жуық спортшы қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша елдер арасында Бауыржан Құлынов, Мұрат Ізбенбетов және Сағатбек Қуанышбайұлы жеңіс тұғырына көтерілді. Ал әйелдер арасында Сая Абашева чемпион атанса, Ақнұр Сматова мен Мөлдір Махамбетова үздік үштікті түйіндетті. Бізде Қызылордада осы жақында ғана ашылды паратеннис. Менің өзім келгеніме бір ай ғана болды. Бірінші жарыс бұл бізде Қызылордада болып жатқан. Бұл жер керісінше мен стол теннисін ойнап көрдім. Маған осы үлкен теннис ұнады, кішкентайға қарағанда. Бұл жерде стол теннисінде қимыл аз да, бір орында тұрасың көбіне. Мына жерде әрі-бері жүру, доп, мынау ракетканың өзі үлкендігі, ол екеуі екі түрлі теннис. Салыстыруға келмейді екеуі бір-бірнеше. Мынау ерекше мен үшін. Пара теннис бойынша секциялар елімізде бертін келе ғана ашылды. Қазір бірнеше қалада жұмыс істеп тұр. Сәйкесінше тұрақты республикалық жарыстар өткізіліп тұрады. Айта кету керек, бұл бағыт Паралимпиада ойындарының бағдарламасында бар. Алдағы уақытта осы спортшылар лицензия жеңіп алып, әлемдік аламандарда ел намысын қорғауды көздейді. Бүгінгі жарысқа бірінші рет келуім, бірінші рет ойнауым жақсы, ұнады. Үлкен теннисті енді мен жаңа байқап отырмын, бұл жеңіл деп есептейміз. Тек бұл жерде бізде арбада отырғаннан кейін арба коляска, спорт коляскасы бөлек болады. Сол коляска игере білу керек. Игере білу керек, бір жағынан ракеткамен ұстап, қолмен айдауды игере білу керек. Главный бұл жерде коляска игере білу керек. Сол. Қайсар легионерлерді елдеріне қайтарды. Қызылордалық клуб енді қазақ балаларынан команда жасақтап, жергілікті жігіттердің шеберлігін шыңдауына басымдық бермек. Бұндай мәлімдемені бірер күн бұрын облыстық спорт басқармасының басшысы Бақтияр Артаев жасаған еді. Енді біз арнайы сол Қызылорда қаласына барып, Қайсар клубының жаңадан тағайындалған басшысы Талғат Әбдіғапарұлын сөзге тарттық. Оның айтуынша жергілікті ойыншылармен де жоғары лигада қалуға болады. Сол мақсатта жігіттер жасыл алаңда барында, жанында салмақ дейді жас маман. Қазіргі біздің өңір басшысының өзіне қойған талаптары бар. Ол жергілікті біздің өзінің қара-домалақ балдар бар. Солардан Қайсар, одан кейін премьер-лигаға ойнатып, әрі қарай ұлттық құрамаға қосу. Соған біз жұмыс жасап жатырмыз қазір. Тәуекелге бару керек міндетті түрде. Өзіміздің сыртқа келген, өз айтып отырмыз, сыртқа кеткен қаражатты өзіміздің жергілікті, өзіміздің еліміздің азаматтарына қалсам деген. Осыларымыз ойымыз. Еш жерден бізге кедергіміз жоқ. Қазір уже 60% жасақталып қойды біздің команда Қайсардың премьер-лигаға. Алдағы уақытта толығымен жасақталып, өзіміздің осы жұмыс жасаймыз. Бұған қоса клуб басшысы мемлекеттік бюджетке салмақ салмаудың амалдарын да қарастырып жатыр. Қазірдің өзінде демеушілер тауып, келісім жасасуға кіріскен. Алдағы мамырда қалада жаңа стадион қолданысқа беріледі. Сол жерде біраз коммерциялық жобаларды жүзеге асырып, клубты өз шығынын өзі жабатын деңгейге шығаруымыз керек дейді маман. Барыс жеңілістер сериясын үзді. Құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсететін астаналық команда өз алаңында Новосібір қаласының Сібір клубын қабылдап,
4-3 есебімен жеңіске жетті. Барыс сапынан Виктор Антипе мен Никита Сидиков мергендігімен көзге түсті. Никита хет-триктің авторы атанды. Осылайша елордалық клуб қатарынан 12 жеңілістен кейін қарсыластарын ұтып отыр. Ғалым Мәмбеталиев баптайтын жігіттер енді келесі кездесуін 31 қаңтарда өткізеді. Омбы қаласында жергілікті Авангард хоккей клубымен жолығады. Еске сала кетейік, соңғы кезде елордалық клубта үлкен өзгерістер болып жатыр. Ұзақ жылдар бойы тапжылмай отырған бас директоры Борис Иванышев отставкаға кетті. Оның орнына Нұрлан Оразбаев тағайындалды. Ал бас бапкер қызметіне жоғарыда айтқан Ғалым Мәмбеталиев келді. Ол командадағы бірнеше легионермен қош айтысып, мұз айдынға қазір жергілікті ойыншыларды көбірек шығарып жүр. 27 ойын, 27 жеңіліс. Астана баскетбол клубы биылғы маусымды өте сәтсіз өткізіп жатыр. Ресейдің ВТБ лигасында өнер көрсететін қазақстандық команда бұл жолы Новгород қаласының Пари клубымен кездесті. Сырт алаңда өткен матч 66-да 62 есебімен аяқталды. Нәтижесінде 27 турдан кейін Астана 1-1 ұпай жинай алмай, турнир тізіміндегі 12 команда арасында ең соңғы сатыға жайғасты. Глеб Плотников баптайтын жігіттер енді келесі кездесуін 29 қаңтарда өткізеді. Астанада Самара қаласының Самара клубын қабылдайды. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Енді Аслан, алдыңғы бір эфирлерде екеуміз айтқанбыз, осы өзбек футболшысының, яғни әлемдік клубтық деңгейде, яғни Манчестер Ситиге ауысқан. Енді біз өзіміздің қазақ баласының, яғни Дастан Сәтбаевтың Челсиге ауысу сәтін көріп отырмыз. Итальяндық спортшы, журналист Фабрицио Романо бұны растады. Енді біздегі мықты спорт журналисті сенсің ғой, сенен сұрағымыз келіп отыр. Жалпы бұл көбісі әлі бармайды Дастан дейді. Ол бізде болады әлі 18 жасқа дейін. Сол қалай? Тіпті біз енді қазақ болғаннан кейін тіпті Дастанның сол жақтағы айлығында есептеп тастаппыз. Ол мәлімдемені мен де көрдім. Енді өзбекстандық Хусановпен салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Ол енді ересектер арасында өнер көрсетті, кеше жасыл алаңға шықты. Сәтбаев академиясына ауысады, Челсидің. Және сол әлеуметтік желідегі жарияланған постта 18-ге толғаннан кейін, яғни биыл жазда деп көрсетілген. Және Сәтбаев қазір Қайрат сапында ойнап жүр, гол соғып жатқанын көріп отырмыз. Менің түсінігім бойынша сол жазда нақты келісімге қол қойылып, жаңа Англияға аттанады. Бізге қуануға әлі ерте ме сонда? Енді күтеміз, бірақ бір жақсысы жаңағы ресми растап атқан тараптар көп, және енді жақын болашақта жүзеге асу керек. Рахмет. Өзіңнен тек жағымды жаңалықтар күтеміз, ал біз жалғастырайық.